жалпы адам организмінде бізде бетки және терең сезімталдық деген бар. Және андай бір аралас сезімталдық деген бар. Енді бетки сезімталдыққа ол жаңағы мысалы сіздің ауырсынуды сезуіңіз, температураны сезуіңіз, ыстықты, салқынды, сондайларды мысалы андай щеткамен мысалы тиеді ғой теріңізге. Жанасуды сондай сезу арқылы ол бетки болады. Енді мысалы біреу қолыңызды қатты қысқанда немесе бұлшықетіңіз бірдеңеге соғылғанда, яғни бұлшықеттердің сезуі уже ол терең сезімталдыққа жатады. Жалпы бізде сезімталдық ондай бір үлкен жолдармен жүреді. Мысалы сен бір нәрсені, мысалы мынау ыстық су болса, сол ыстық суға мен қолым тигізіп, мен тұра бермеймін да тигізіп, потому что ол сен сезіп тұрсың ол затты. Сен бүйтіп тұра алмайсың, тигізіп сразу тартып аласың. Бірақ өйтіп тигізген кезде менің миыма сигнал барады. Мен тигіздім, менің миыма сигнал барады. Сигнал барған кезде мен қолым тартып аламын. Если мен егер бір бетки сезімталдығым сезбесем, мен осылай тигізіп тұра берем. Қолым күйгенше тұра берем. Потому что менде жаңағы сезімталдық бұзылып тұр. Енді менде сезімталдық бұзылмаған, тидім, уже тартып аламын. Себебі ыстық бұл. Бұл енді бетки сезімталдық деген. Бетки сезімталдықтың өзі, мысалы, жаңағыдай қолым тигіздім, енді ол тигізген сигнал менің мысалы жаңағы шеткер рецепторларым арқылы сезу арқылы ол миға сигнал жібереді. Ол сигнал қалай болады? Мысалы, мына бір шеткі жүйке жүйесінен басталады, сездік. Одан соң бірінші нейрон ол спинномозговой ганглий деп айтылады да. Биполярный клетка деп айтсаңыздар болады. Ол одан соң жаңағы спинной мозгтың, яғни спинной мозгтың артқы корешок деп айтамыз, сол артқы бөлігімен кіреді де, мұны артқы именно задний рог деп айтады енді. Осыған кіреді, сол кезде бұл кірген бойда ол екінші нейрон болып табылады. Одан кейін ол параллельді қарама-қарсы жаққа өтеді. Қарама-қарсы жаққа өтеді де, ол прямо көтеріледі. Мына жерде бізде сопақша ми, көпір, жаңағы средний мозг, одан кейін барып таламусқа барады. Таламусқа барғаннан кейін барып, ол жаңағы внутренний капсула деген бар бізде. Сол внутренний капсулаға бару арқылы, міне, внутренний капсуладың бізде задний треть, внутренний капсула мынандай дүниеді, мынандай жерде мынандай болып, одан соң деп кетеді да. Соның артқы бөлігінен кіреді деп, жаңағы неге барады? Мына жерге барады, міне. Бізде извилина бар мына жерде, баразда дейміз. Предцентральды және постцентральды аймақ бар. Постцентральдыға именно чувствительность, именно пост, қалай айтамыз оны, алдыңғы және артқы бөлігіндегі бөлікке барады. Мысалы, ол бетің ыстықты сезсе, мына астыңғы бөлігіне барады, жаңағыдай бізде сигнал. Ал егер қолың сезіп тұрса, онда сенің мына жерге, яғни ортаңғы бөлігіне сигнал барады. Немесе аяғың сезсе ыстықты, онда ол алдыңғы бөлшегіне жалпы сигнал барады. Ол сигнал барудың осындай 3 жолы бар, бірінші нейрон, екінші нейрон жаңағы жолының жаңағыдай артқы бөлшегі, одан кейін бар жоғары көтерілген кезде таламус аймағы, ол бізде 3-ші нейрон болып бітті. Енді қараңыздар, бұл енді жалпы сезімталдық. Сезімталдық бұл жағдай бетки сезімталдық. Енді бізде терең сезімталдық деген бар. Терең сезімталдық. Мысалы, жағдай сен қолың біреу қысты, сенің қолың ол мысалы қысқан адамның қолы ауырады, сенің қолың емес, сен қыссаң, ол біреудің қолын қыссаң, оның қолы ауырады. Одан соң ол сенің қысып тұра берген қалмайды, қолын тартып алады, Енді соны сезді. Ол сезу қалай жүреді? Ол бізде терең кішкене басқашалау жүреді. Мысалы, бірінші нейрон жаңағы шеткері нейрон, сен қысты, рецепторларың сезді. Бірінші нейрон ол жаңағыдай бізде биполярлы клетка болып табылады тағы да. Одан кейін екінші нейрон бізде енді бірінші нейрон келеді осылай. Одан кейін мына жерде бізде голия және бурдаха дейтін нелер бар. Сондай жолдар бар. Енді ол бурдаха ол біздің жоғарғы жағымыздағы заттар сезіп болса, мысалы қолыңды қысқаны сондай заттар сезсе, жоғарғы жақтан импульсті алып келсе, ол голия дейтін ол төменгі жақтан алып келеді импульсті. Енді осы жерге келді, ол екі жолмен бүйтіп жоғары көтерілді. Одан кейін екінші нейрон бізде именно ол екінші нейронның аты голия және бурдаха деп айтылады. Одан кейін ол барып екінші жаққа қарай өтеді. Мына жерде продолговатый мозг, сол мидың, яғни жаңағыдай сопақша мидың несінде екінші тарапқа өтеді де, именно ол медиальды петля деп айтылады.
сол арқылы жоғары көтеріледі де, ол да жаңағыдай внутренний капсулаға кіреді, таламусқа барады, одан кейін барып бұл да жаңағы постцентральды аймаққа барады. Яғни барлығы сол. Бұл себебі қараңыздар, беткей болсын, терең болсын, ол сезімталдық болып тұр да. Сезімталдық сезу мүше тек қана бізде мына алдыңғы және артқы бөлшекке нені информацияны апарады. Ал енді сен мысалы біреу қолыңды қысқан кезде, жағдай ыстыққа қолыңды басқан кезде, сен енді ответ ретінде оны қолыңды тартып алу керексің, иә? Ол келетін ответ, яғни сен тартып алуың, бұл жаңағы алдыңғы бөлшектен сигнал барады. Алдыңғы бөлшектен сигнал барады саған кері ответ, қолыңды ал дейтін. Сен сол кезде аласың. Енді ол жолды біз пирамидалық жол деп айтамыз. Пирамидалық жол дегеніміз, ол сен адам өзінің басқара алатын движениелері, яғни қимыл қозғалысы. Осы енді оның өзі бөлек схемамен жүреді, оны келесі видеода түсіндіретін боламыз.